Қазыбектің Қалмақ ханына 3 рет елші болып баруы. Оқыған Ләззат Әлдибай. Құба қалмақ заманы деп атанған заманда Қалмақ пен Қазақтың ел жабысқан дауларын бітістіруде Қазыбек 3 рет билік айтқан екен. Оның бірі әлгі Қазыбек тел қоңыр дейтін тайға мініп өзге билерге атқосшы боп барғанда айтқан билігі. Екінші билігінің тарихы мынадай. Қазыбек аты әйгілі боп тұрған шағында өзіне қараған елін Қалмақтың тіке шабуылынан аулағырақ қонысқа ірге тептіру үшін Сарыарқаның жерін шолып қайтуға кетеді. Соны сырттан естіген Қалмақ қоңтажы дереу қалың қол аттандырып Қазыбекке қараған елді шаптырып алады. Ханның қолы малмен қоса 100-ге тарта ер балаларды да байлап әкетеді. Оның ішінде Қазыбектің өз баласы Қазымбет те кетеді. Өйткені Қазыбектің тұқымынан біреуді қайтсе де байлап әкелу жөнінде ханның тікелей тапсырмасы болған деседі. Сарыарқаны қоныстыққа ұнатып елге қайтқан Қазыбек шабылған елін көрген соң өзі басшы болып Қалмаққа 2 рет жол тартыпты. 14 жас бала күннің өзінде нелер тапқыр сөздер айтып, бетін қайтарып тастаған Қазыбектен жасқанып, қоңтажы хан бітім керегін алып қалу мақсатымен әртүрлі қулыққа салады. Сонда Қазыбек тұрып қоңтажыға жұмыр басты 2 аяқты адамымның өзін қайыр, 4 аяқты айдынды бозымның көзін қайыр, ерім үшін құн алмай өлсемін, бозымның көзі жоқ болса 2 есе құн аламын, бұл айтқаным болмаса тал түсте тапап аламын дегенде қоңтажы, Қазыбек би, ерің үшін құн алмай өлсемін дегеніңді жөнделік, ал бозыңның төлеуін 2 есе қып аламын дегеніңе жол болсын депті. Сонда Қазыбек, бозымның төлеуі 2 есе болатын себебі белеңнен шыға келген қалың топтың ішінде оның жарқ еткен айбыны қоңтажыдай қанды да сескендіреді. Төлеуі толық болса, ендігері есте жүреді дейді. Сонымен Қазыбек бұл жолы да шапқыншылыққа түскен балаларымен қоса малдың көзі барының көзін, көзі жоғының толық төлеуін алып қайтады. 3-ші билігі осы бітімнен қайтып келе сала Қазыбек елін Сарыарқаға көшіріп, бұл жерді атамекенді қоныс етеді. Бірақ әлі де ол қонысқа көшіп болмаған елдің соңғы бөлегін, сондай-ақ Қазыбекке ниеттес кіші жүздің бір бөлегін қоңтажы тағы шаптырып алады. Қазыбекке шабылған елден хабаршы келеді. Сонымен Қазыбек тағы да Қалмаққа тартады. Би бұл жолы қоңтажының алдына серт қойып, мұндай шабыншылық ендігәрі қайталамайтындай етуге, немесе бір жола бітіспеске кетуге беттеп аттанады. Қоңтажының ордасына таяп келгенде, өткелде тұрған бір жастау қыз Қазыбектің қайда бара жатқан жөнін сұрапты. Қазыбек қызға қоңтажы ханға елшілікпен бара жатқанын айтыпты. Қыз оған, елші болсан, Қазақтың Қазыбегі боларсың, есебің бітсе, мені де еске аларсың депті. Қазыбек қоңтажының ордасына түсіп, о хан, сен ел шабуды қоймадың, мен елшілікке келуден танбадым дейді. Қоңтажы бұған, Қазыбек би, дұрыс айтасың, сенің қаршадай 14 жасар күніңде айтқан сөздеріңді естіп, шіркін-ай, мынадан бір тұқым алар ма еді деп ойладым. Содан барып Қазымбеттей ұлыңды алдырдым. Бірақ сен келіп, ерімнің өзі қайтпай тұрып, бітім етпеймін дедің. Не, бізге тіліңді кесіп тастап кетпедің? Содан кейін менен іргеңді аулақ салып, әрі көштің. Сені қайта бір келтіру үшін мен артта қалған еліңді шаптырып алдым. Ендігі сөздің турасы, сенімен достасуға құмармын. Даудың артын қыз бітейді, судың артын шым бітейді деуші еді. Сондықтан не қыз ал, не қыз бер депті. Қазыбек ханға, саған беретін қызым жоқ, қыз берсең алайын дейді. Хан Қазыбектен, ұлың нешеу еді деп сұрайды. Қазыбек, 1,5 ұлым бар деп жауап береді. Хан бұған таңданып, 1,5-ы қалай, сенде дағырдай 5 ұл бар деп еститін едім дейді. Хан оған, менің елге ие болатын ұлым біреу-ақ, аты Бек болады. Соны бүтінге есептедім.
ал мал мен қатынға ғана ие болатын үшеуін есепке алып жүргенім жоқ деп Қоңтажыға қарапты. Қоңтажы өз қызын беріп, оны Бекболатқа қосуды өтініпті. Сонымен қазақ пен қалмақтың шабыншылығы тоқталған екен деседі. Қазыбек осы сапарында хан ордасына бара жатқанда жолыққан жас қызды ала келіп, осыны тәрбиеле деп оны да Бекболаттың қолына тапсырыпты. Әңгіменің соңы. Тыңдағандарыңызға рахмет. Лүпіл басып қолдап отырыңыздар.